Бозтау районы санитар-эпидемиологиялық тынчылык һәм җәмгыять саламатлыгы бөлімінде 2025 жыл дәвамында халыктың санитар-эпидемиологиялық тынчылыгы хакында низам талаплары боюнча амелге асырылган жұмыстар хакында айтып өтетін болсақ, жұқпалы һәм жұқпалы болмаған кеселlikтердің тарқалуы боюнча район аймағында 2025 жыл қарын типі, паратип, бруцеллез, дифтерия, көкжөтел, менингит, столбняк, вируслы гепатит Д кеселігі, риккетсиоз, құтыру кеселіктер тізімге алынбады. Бірақ бір жағдайда крем-конго геморрагиялық ысытпа кеселігі, 33 жағдайда энтеробиоз кеселігі, 6 жағдайда лишманиоз, әмде балалар арасында 6 жағдайда вируслы гепатит А кеселігі, әртүрлі хайуандардан жарақатлану халатлары 55 жағдайда, 12 жағдайда туберкулез кеселігі, 1 жағдайда сифилис кеселігі, әмде 25 жағдайда созылмалы гепатит кеселіктері, 28 жағдайда өткір асқазан ішек кеселіктері менен кеселлену жағдайлар тізімге алынып, бұл тізімге алынған кеселік ошақларында тиісті эпидемиологиялық сораштыру жұмыстары алып барылды, һәмде эпидемияға қарсы іс-шаралар өткеріліп, профилактикалық дезинфекция жұмыстары амелге асырылды. Халық арасында, балалар арасында вируслы гепатит А түрі менен кеселленушіліктің алдын алу бойынша 14 жасқа шейінгі балалар арасында жами 200 бала социалдық жәрдемге мұқтаж болған шаңырақлардың балаларына бейпыл вируслы гепатит А кеселігі менен шаншу өткерілді. Район аймағында жұқпалы кеселіктердің тарқалуының алдын алуға қаратылған іс-шаралардың және бұлардан дала майдаларындағы кемірушілерге қарсы дератизация жұмыстары өткеріліп, бұл режеге текар 740 гектар майданда дератизация жұмыстары, 16 000 метр квадрат жер майданда дезинсекция лажылары өткерілді. Сондай-ақ балалар арасында құрт кеселіктерінің ерте анықталу, олар бойынша профилактикалық лажыларды өткеру бойынша 14 жасқа шейінгі балалар арасында жамы 4523 бала тексерудің өткерілген болып, солардан 33 жағдайда энтеробиоз, һәмде 4 жағдайда гименолипидоз кеселігі анықталып, бұл бойынша тиісті сауалландыру лажылары амелге асырылды. Халықтың ішімдік сумен тәмінлену жағдайларын үйрену, һәмде сол халыққа беріліп отырған қожалық һәм ішімдік судың санитариялық-гигиеналық талаптарын үйрену бойынша жамы район аймағында водопровод су тармағына 512, һәмде ашық су әуіздеріне 75 қадағалау орулары, сондай-ақ ашық су құдықларынан 98 орулар белгілеп алынып, бұлардан бактериологиялық көрсеткішлерге, һәмде химиялық көрсеткішлерге лабораториялық тексерулер өткеріліп, мониторинг жұмыстары амелге асырылып келді. Сондай-ақ азық-ауқат өнімдері һәм шикізат істеп шығару, тасу, сақлау, реализация қылуда белгіленген санитарлы қағидалы норма талаптарын амел етілу үстіне қадағалау бойынша район аймағындағы 6 ауқатлану орулары, 25 азық-ауқат һәм сауда орулары, сондай-ақ Қарақалпақ су тәминат, Бозтау район бөлімі, істеп шығару карханалары, госзалы һәм шаштарезханалар, стоматология орулары, сондай-ақ диқан базарларында халықтың санитар-эпидемиологиялық тынчылыгы һәм турысындағы низам талаплары бойынша профилактикалық лажылар өткерілді. Район аймағында балалар һәм жасөспірімдер тәлім алушы мекемелерде, халыққа қызмет көрсетіп атырылған емлеу профилактикалық мекемелерінде режелі тексерулер өткеріліп, тексерулер нәтижесінде анықланған лабораториялық сынамалар алынып, анықланған қате кемшіліктер бойынша тиісті ұсыныстар һәм көрсетпелер беріп барылды.